Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өзбек ұлтының ұлттық тағамы жұқпаның рецептін ұсынамын. Маған бұл рецепті енем үйреткен, өте дәмді, ерекше болып шығады. Ауызашарға, сәресіне немесе қонақ күткен кезде қонақ дастарханға жасасаңыздар болады. Алдымен құрғақ ыдысқа 1 стакан сүтті, 1 стакан суды, 1 шай қасық тұзды салып араластырамыз. Оның үстіне ұнның бәрін салып, қолға жабыспайтын тығыз қамыр илейміз. Илеп қойған қамырдың бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткен соң қамырды бір қайтара илеп, тағы да 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Оған дейін біз жұқпаның салмасын дайындаймыз. Алдын ала қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, фаршты салып 5 минут қуырамыз. Бес минут өткеннен соң дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка немесе өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуішті салып, тағы да 10 минут қуырамыз. Фаршты 10 минут қуырғаннан соң, оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізді, туралған пиязды салып, үстіне аз ғана тұзды салып, бетін жауып, 10 минут бұқтырамыз. Салма пісіп дайын болғаннан соң, оны суыту үшін кең ыдысқа саламыз. Енді жұқпаның қамырын жаямыз. Жұқпаны осы видеода көрсетілгендей етіп, барынша өте жұқа етіп жаюға тырысыңыз. Өте жұқа болып жайылған қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп 4 бұрыш қылып кесу қажет. Енді осы кесіп дайындап алған қамырды кеуіп кетпей жатып, тез-тез пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаның үстіне майды құйып, жұқпаны салып, оның үстіне майды, аз ғана майды сеуіп, тағы да жұқпаны салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, бірінің үстіне бірін қойып пісіріңіздер. Бұл жұқпаның тез әрі өте оңай пісіру жолы. Бұл әдісті маған енем үйреткен, сіздерге де осылай пісіріп көруге кеңес беремін. Өте жылдам әрі оңайырақ. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Видеоға қосылатын барлық ингредиенттердің толық құрамын описанияға жазып қойдым. Осылай барлық жұқпаларды пісіріп алғаннан кейін қамырымыз суымай жатып тез-тез салманы салып, видеода көрсетілгендей етіп ораңыз және әрбір ораған жұқпаларды салапан пакетке салып отырыңыз.
Сонда біздің жұқпаларымыздың қамыры кеуіп кетпей, өте жұмсақ болып сақталады. Барлық жұқпалардың арасына салманы салып орап болғаннан кейін осылай пакеттің ішіне салып тоңазытқышқа 30 минут сақтасаңыздар, қамыры өте жұмсақ болып, жеген кезде де өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.